Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы басталды. Жаңа тақырып ақындыққа бір жола ден қоюы. Оқу мақсаты автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау. Ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контексттермен үндестіру. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшылы, ағартушысы, ақыны. Абай қазақ әдебиетіне реалистік сипат пен жаңа мазмұн берді. Адамзаттық ой санаға терең із қалдырды. Абай Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Ол бала күнінде ескіше хат таниды. Кішкентай күннен халықтың ауыз әдебиетіне қанып өседі. Ел ішіндегі ақын жыршылардың, шешендердің әңгімесін елте тыңдайтын зеректігімен ерекшеленеді. Абай 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне түсіп, білім алады. Ақынның араб, парсы тілін меңгеруі шығыс ақындарын оқып, шығыс әдебиетіне еркін бойлауына ықпал етеді. Абай шығыс ақындарының шығармаларын танумен ғана шектелмей, өзді сол үлгіде өлеңдер жазған. Ол шығыс әдебиетінен төл әдебиетімізге зор жаңалық алып келді. Солардың бірі уәзін өлең үлгісі. Ақын өлеңдерінде бұл үлгі еркін қолданылады. Шығыс шайырларының нәзирагөйлік дәстүрінде де поэма жазған. Абай медреседе оқи жүріп, орыс мектебінен де дәріс алған. Өз бетінше Семей кітапханасындағы орыс классиктерінің шығармаларымен танысады. Саяси көзқарасы үшін Семейге жер аударылған Михайлис, Долгополов, Леонтьев сынды орыс демократтарымен араласуы орыс тілін жете меңгеріп, рухани толысуына мүмкіндік туғызады. Ол тек орыс ақындарының ғана емес, Еуропа қаламгерлерінің, ойшылдары мен ғұламаларының еңбектерімен терең таныса бастайды. Шығыс әдебиеті мен батыс әдебиетінен жиған білімі Абайды кемелдендіре түседі. Тапсырма: бейнероликті тыңдай отырып, Абай сусындаған 3 арнаны атаңыз. Абайдың ақындық тұлғасының қалыптасуына бұл әдеби орталар қандай рөл атқарды? Осы сұрақтар төңірегінде сыни көзқарастарыңызды таныта отырып, әдеби эссе жазыңыз. Сөз көлемі 150-200 сөз. Дескриптор: Абай сусындаған әдеби 3 ортаны атап көрсетеді. Бұл әдеби орталардың Абайдың ақындық тұлғасына әсерін анықтайды. Тақырып төңірегінде әдеби эссе жазады. Оқушы жеке көзқарасын білдіреді, сөз көлемін сақтап жазады. Рефлексия: білемін, осыған дейінгі білген ақпараттар жазылады, білдім. Сабақ барысында білген ақпараттар жазылады, білгім келеді. Алдағы уақытта білгісі келетін ақпараттар жазылады.